Машхар Гумеров, Ерегес, повесть. Сөз басы. Қымбатты оқырман ұл-қыздар. Бұл Ерегес атты повесть бірінші жақтан, яғни 6-шы класста оқитын баланың атынан баяндалады. Өз басым бұрын осындай шығармаларда оқиға қай кластың оқушысы атынан баяндалса, сол класста оқып жүрген бала жазған ғой деп ойлаушы едім. Шығармашылық жайын осылайша қара дүрсін түсінетін ұл-қыздар осы күнге де бар шығар әрине. Солар теріс ұғымда болмау үшін сөз басын жазғанды мақұл көрдім. Повестегі басты кейіпкермен бірге оқығаным рас, бірақ ол 1982 жылдың күзі болатын. Одан бері арада 7-8 жыл өтті. Мен қазір студентпін. Демек, повесті жазған дәл қазір 6-шыда оқып жүрген бала емес, бұдан 7-8 жыл бұрын 6-шыда оқыған бала қазіргі студент. Сөз басында айтпағым осақ, әрі қарай повестің өзі басталады. Сұршақ қыз сабақты білмей қалды. Мұғалім 3-4 қосымша сабақ беріп, сұрақ беріп, қанша жетелеп көргенмен, одан ештеңе шықпады. Қыз әр сұрақтан кейін бірдеме деп міңгірлеген болмаса, оқушылар істейтіндей түк айтқан жоқ. Әйткенмен мұғалім: өткен сабақтың аяғында бұл сұрақты аздап пысықтаған едік. Сонда сенің 5-ке білетінді байқап ем. Бүгін қысылып, сәл кібіріктедің. Жалпы дұрыс, отыр 4 деді. Биолог ұстазбен жұлдызы қарсы Домбай осы жетте қала. Ол: ағай, деп орнынан ұшып тұрды. Гүлбағила сабақтың білмеді. Оған неге 4 қоясыз? Директордың қызы болғасын ба? Әй, сен өз өремей отыр. Кімнің білімі қанша екенін өзің мұғалім болғанда тарзылай жатарсың. Баған ылғи осылай алалап қоясыз. Сол дұрыс па? Әділдік қайда? Саған талай рет ескірттім. Өстіп тәртіп бұза берсең, өзіңе жаман. Түбінде марғау кетесің. Марғау деген не, ағай? Қысқасы, мүрдем кетесің деген сөз. Мүрдем деген не, ағай? Жетті, отыр енді қасарыспай. Отырсаңшы деп мен қасымдағы Домбайды жеңінен тарттым. Ол өз-өзінен ызалана күбірлеп отыра кетті. Әлгіден кейін де өткен сабақтың пысықталып жатқаны, сонан соң ұстаздың жаңа тақырып түсіндіре бастаған, еміс-еміс құлағыма шалынғанымен, солардың ешқайсысына көңіл бөлген жоқпын. Класс жетекшіміз осынау биолог мұғалім мен досым Домбай екеуінің арасындағы кикілжіңді ойлаумен болдым. Бұл жасы 40-ты алқымдаған, денесі сәл имиген, ұзын тұра мұғалімнің аты Шабақ. Мектеп директорының немере ағасы. Ол өткен жылға дейін бастауыш классқа сабақ беретін. Соңғы кезде облыс орталығындағы педагогика институтының сырттан оқи бастаған көрінеді. Содан не керек? Былтыр 2-ші жартыжылдықта әрі класс жетекшіміз, әрі биологиядан сабақ беретін кәрапайымыз ауруына байланысты бір жолы пенсияға кетті де, осы Шабақ ағай соның орнын баса қойды. Сөйтсе мұның өзі өй деп тұрпайы сөйлейтін, сабақ түсіндіруді апайға қарағанда көп олқы, бағана алалып қоятын кісі екен. Ал ондай жолсыздыққа көнетін Домбай ма? Жұрт досымды қанша сотқар дегенмен мұныңын қосылмаймын. Шынымен айтсам, Домбайдікі сотқарлық емес. Жолсыздықпен тайсалмай айқасатын батылдық, намысты қорғау. Батылды жүрген жерде асыр сілтеу де болып жататын шығар әрине. Шабақ ағай мен Домбайдың шекісуі былтыр алғашқы сабақтардың бірінде-ақ басталып еді. Бірде өткен тақырыпты пысықтаған кезде ағай оны соқ-саусағын нұсқап: «Әй, сен айтшы», деді. Домбай орнынан қозғалмады, жауап та қатпады. Шабақ ағай ашуланып: «Әй, сен кереңсің бе немене?» деді. Домбай тағы да тырп етпей үнсіз отыра берді. «Әй, ұстазың сабақ сұрағанда неге отырсың? Тұр орныңнан!» деп зекіді Шабақ ағай. Бұл жолы Домбай оның бар жағын ұмытқандай алдындағы қағазына үңілді. Мұғалім кезекшіден шәкірттің аты жөнін сұрап алды да журналға екілік қойды. Сабақтан кейін ол тәртіпсіз оқушысын оңаша алып қалып: «Әй, ұрыстай дейсің» деп. Мен есіктен сығалап тұрдым, бірақ өзі де бірталай сөз естіді. Домбай оның дөрекілігін бетіне басып: «Кісіге неге әй дейсіз? Оны үйленген соң әйеліңізге айтарсыз», деді. Шабақ ағай әлі үйленбеген сұр бойдақ болатын. Қысқасы, содан бері екеуінің арасы оңған жоқ. Былтыр 5-шіде оқып жүргенімізде Шабақ ағай Домбайды 3 рет директорға да шақырттырып еді. Ал биыл қыркүйек айы өтпей жатып-ақ Домбай директор алдына 2 рет шақырылып үлгерді. Шабақ ағайдың шәкіртіне өй деуі, орынды орынсыз шүйілу азаймаса, Домбай десесін жіберетін емес. Ұстазының басшы қызметтегі адамдар мен тамыр таныстарының ұл-қыздарына бағаны көтеріп қоюының бірден-бірі елеусіз қалдырмай ылғи бетіне басып отырады. Содан екеуінің арасы әбден ушығып кетті. Соның салқыны маған да тиіп жүр. Домбайдың әр көршісі, әр дос екенімді білгелі бері ағай мені де қырнала беретін шақырды. Домбайдың осы бүгінгі сабақ үстінде сөз еткен Гүлбағила дегені мектеп директорының қызы болатын. Совхоз директорының кіші қызы да біздің класста. Бас бухгалтердің бұрылы да бізбен бірге оқиды. «Әй, Нұрбек, мен жаңа нені түсіндірдім, қане айтшы?» Шабақ ағайдың дауысы. Орнымнан баяу көтеріліп басым шайқадым. «Сабақ неге тыңдамайсың?» «Басым ауырып», дей салдым. «Басың ауырса дәрігерге барып қағаз ал. Дәрігерге бармаған екенсің, демек басың ауырмайды. Домбай сияқты жалқаулыққа салынып жаман үйренгенсің. Отыр, 2». Шабақ ағай сабағын жүргізе бастады да мен қайтадан ойға шомдым.
Домбай сияқты дегеніне уәж қайтара алмадым. Менің піркімше Домбай ғажап алғыр бала. Сөйте тұра сабақ үлгерім мәз емес. Екілік, үштік, төрттік бағалар сапырылса араласып жатады. Ал жалпы бестік алған есімде жоқ. Сондықтан досымды қорғап, қалай уәж айтпақпын. Мен осы неге екілік ала бересің? Деп кейде оның намысына тиетінім бар. Бүгін оны өзгертіп, Шабақ ағай мені саған теңеп, әбден қорлады-ау, ешбір сабақтан екілігім жоқ екенін өзің білесің, деп сыбырладым. Жаңа екілік алғаның өтірік па? Сөйте әлі-ақ маған теңелесің. Теңелмеймін. Сабақ тыңдамағаным үшін қойылған екілік есеп пе? Журналға түскесін бәрібір емес пе? Бәрібір емес жалпы. Шапақ ағай маған балалардың көп өтірік, оларды еске алудың қажеті жоқ. Ол да рас-ау. Көршім алақандай қағазға Гүлбағила алған 4-тігің құтты болсын. Сен тілеулес достарың Домбай мен Нұрбек деп жазды да, оны 4 бүктеп екеуміздің алдымызда отырған бір балаға ұсына берді. Мен қағаз жұлып алдым, жып еткізіп қалтама сүңгіт. Жындымысың? Гүлбағила мұны бірден ағайға береді. Мұғаліммен бір сабақта 2 рет дауласып қайтесің, кейінге сақта. Ол да рас-ау. Осы кезде Шабақ ағай, Домбай, Нұрбек, сөзді қойыңдар деп ескерту жасады. Сол екі ортада қоңырау да соғылды. Соңғы сабақ болатын, топырласып сыртқа шықтық. Домбай екеуміз мектептен сәл ұзап едік. Артымызда Гүлбағила мен Ләзизаның келе жатқанын сампылдай сөйлескен дауыстарынан білдік. Әдейі бізге естірте қатты сөйлейтін сияқты. Нұрбек анау жексұрын Домбайдың екі елі ажырамайды екен. Құтты телохранитель сияқты, деді Гүлбағила. Ләзиза телохранитель деген сөз біліңкіремей қалса керек, құрбысы қорғаушысы деп түсіндірді. Шынашақпен түртсең құлағалы тұрған бала өгіздей Домбайға қалай телохранитель бола алады, деп күлді Ләзиза. Бола деп тұрмын ба? Тек көршісінен екі елі ажырамайтынын айтамындағы. Деді Ләзиза салыстыру үшін айтылған сөз зердесіне енді ғана жеткендей. Олан болған Домбай менің де көршім. Аяқ басқанымды аңдып бәле болды. Маған талай рет ұрысың деп тіл тигізді. Жала жапты. Оны атарға тек оғым жоқ. Сен асханадан шешесі ұрлаған азық-түлікті үйіне тасиды деген қыздардан сан рет естідім. Сол сөз не өзі? Жала деймін, жала. Сол сөз елге жайып жүрген әнекей анау оңбаған Домбай. Жұрт ас ішкенде аздап наны мен тамақ артылып қалмай ма? Мен тауыққа жем болсын деп үйге тек соны әкелемін. Домбай сол қалдықты азық-түлік деп ойлайды. Екеумізді әбден жетістірді мына қыздар, деді Домбайға жымайып қарап. Мейілдері, шындықты айтқан адам кімге жағушы еді? Гүлбағила сабақты білсе де, білмесе де ылғи 4 пен 5-тік бағалады. Және ол жалғыз ба? Бірнеше ұл қыз сөйтеді ғой. Ал Ләзиза болса, асханадан шеше шымқырған азық-түлікті үйіне тасиды. Анық білесің бе, мүмкін өзі айтқандай ас-судың қалдығын әкелетін шығар. Жұрт айтады, апам айтады. Рас, өзіңмен көзіммен көргем жоқ, деді Домбай, ағынан жарылатын әдетіне басып. Сонда шынымен-ақ жалақор сияқты болғаным ғой, Жалпы мен Ләзизаға ұрысың деген емеспін. Тек былтыр 2-3 рет келіп жүргені не нәрсе екенін сұрап ем, көрші ретінде. Сосын шешесіне айтқан шығар. Содан бері ол үй бізбен араласпайды. Жауығып алды. Бізде ол үйге бас сұққан емеспіз. Асханадан келе жатқанымда Ләзизаның сөмкесін қалай тексеріп көрсек екен, Сен айлакер едің ғой, соның амалын ойлап тапшы. Қайдағы айлакер? Мен бір алдар көсе болармын ба? Сонда да ойланып көрейін. Мектеп директорының үйі артта қалды. Демек Ләзиза енді жалғыз. Кейін қайрылып қарамай сол қыз соңымыздан қуып жетсін деп әдейі ілбейіп аяңдап келеміз. Тиісу үшін, әншейін қызық үшін. Бірақ біз сияқты қызда жүрісін әсеңдеткен шығар. Қуып жетер тұры байқалмады. Сол екі арада үйге келіп те жеттік. Көшенің оң қанатындағы мына бір еңселі үй Ләзизалардікі. Сонымен қапталдас жапырайған екінші үй Домбайлардікі. Үшіншісі көк шатырлы үй біздікі. Енді артымызға жалт бұрылсақ, Ләзиза үштік үйлі жоқ. Мәссаған деп Домбай екеуміз қосыла күлдік. Домбайдың ең қиналатын пәндері ана тілі мен математика. Шынында оның сол пәндерді үйренейін деген ниеті де шамалау. Әйтпесе сол сөз таптары мен сөйлем мүшелерін ажырату, тапсырмада талап етілген сөздердің астын сызу, үйге берілген есептерді ойлана отырып шығару пәлендей қиын нәрсе емес қой. Осылар досыма қанша айтқанмен кежегесі кейін тартып түсінгісі келмейді. Содан не керек? Өзім орындаған тапсырмаларды Домбайдың үйіне апару, оларды оның дәптеріне көшірткізу, мұғалімдер сабақ сұрай қалса қалай жауап беру қажеттігін түсіндіру менің міндетіме айналғанына биыл 2-ші жыл. Ол бұрын сабаққа тап мұндай салақ еместі. Өткен жылдың шілде айында әкесі қайтыс болғаннан бері керісінше ширай түсеме десе, қайта мүлде салақсып кетті. Жұртың айтуынша сотқарлығын да асқындырып жіберді. Міне тағы да үйге берілген тапсырма жазылған 2 дәптерімді қолыма ұстап тысқа шыққаным сол еді. Домбайдың өз қарсы жолыға кетті. Ауладан шықпа, жүр, әне жерге, деді ол. Мен тақтай қоршаудың түбіне ертіп әкелді. Осы арада көшеге сығалаймыз. Біздің үйге Айдархан ағай келмес пе екен, соны аңдаймыз. Келетінін қайдан білдің? Апам бұрынғысындай мені қоймаға ет әкелуге жұмсады. Үйде ет бар, онысы әншейін сылтау.
Онда барсам қоймашы кемі 1 сағат бөгейді. Ол Айдархан ағайдың туысы. Етке қағазың бар ма? Тізіммен береді де. Мен бір саңлаудан, ол екінші бір саңлаудан сығалап көшені бағалауға кірістік. Маған Айдарханға қатысты оқиға Домбайдың әңгімесі арқылы да, ауыл арасында алып қашты сөз арқылы да таныс. Бір рет Домбайдың Айдархан ағаға ренжіп, тіл тигізіп тұрғанның үстінде барып қалғаным да бар. Домбайдың шешесі Зылиқа апай жұрттың пікірінше әжептәуір көрікті, ал кейбіреулердің түсінігінше ғажап сұлу болып есептеледі екен. Сауыншы үсті-басын күтіп таза жүреді. Сөйтсе де сол апайға қызығушылар көп көрінеді. Апамның айтуынша кезінде класс жетекшіміз Шабақ ағайдың да ойы болыпты. Бірақ ол Зылиқа апайдың өзін ұнатпайтынын сезіп, сондай-ақ Сотқар Домбайдан да тайсақтап, құда түсу жайын аз ғана сөз етті, артынша жылы жауып қоя салыпты. Тағы бір қызығушы осы Айдархан ағай. Бұл толықша денелі, әдемші, ақсұр кісі. Ауыл совет қатысшысы. Зылиқа апайдан 2-3 жас үлкен. Шаруаға пысық, қолында кәрі шешесі мен марқұм әйелінің қалған 6 жасар ұлы бар. Апам Зылиқа байғұста жазығы жоқ, кетер емес дейді. Сонда Домбайға Айдарханнан артық қандай әке керек, жаным-ау, дейді. Көкем де осы пікірде. Және бір құлағыма шалынған сөз Зылиқа Айдарханмен жүреді екен деген сөз. Жүреді деген сөз біздің ауылда жаман ұғымды білдіреді. Мүмкін Домбай Айдархан ағайды соған бола жек көріп жүрген шығар. Домбай, әй Домбай, әу, Айдархан ағай жаман кісі емес деседі ғой, апаңа үйленсе әкелі боласың, ата мен әже бар ол үйде, інілі де боласың, оттапсың, деді досым. Неге ренжисің? Туысқа тынбай айтып жібердің. Мен Айдархан ағай жек көретін біле тұра неге сұрайсың? Сұраған себебім ол кісіні жұрттың бәрі мақтайды. Апаңның теңі дейді. Оттапты бәрде. Кім соны айтатын? Апам мен көкем де басқалар да. Апам мен көкең айтса, кешір онда. Жаңағы сөзім басқаларға болсын. Айдархан ағайды неге сонша жек көресің? Білмеймін. Апаңа үйленсе ше? Онда мен қаладағы мектеп-интернатқа кетемін. Қызық екен. Түк қызығы жоқ. Алыстан Айдархан көзге шалынды. Ол денесін тік ұстаған күйі оңы мен солына сәл ырғала түсіп, саспай ақырын аяңдайтын кісі. Мен оны сол жүрісінен танып, келе жатыр дедім. Иә, солау деймін, жүр. Екі үйдің арасында аласа шарбақтан ар жаққа өтіп, лекерлей жасай салған кішкентай қақпаның алдына келіп тоқтадық. Қақпа жабық. Біз тұрған ішкі жақта қақпаның сырттан келген кісі қол тығып ашатын темір илгегі бар. Ал кіріп көрші дегендей Домбай ақсары жүзі сұрланып түсіп, қақпа жақта оны иығын сүйеп тұр. Мен күлім қағып, Айдархан ағай да келіп қалды. Жылы шыраймен амандасқан соң хал-ахуал сұрастырып жатыр. Домбай үнсіз сазарып тұр. Оның телохранителі мен де, жұмған аузымда ашар емеспін. Басшысы тұрып, қош сөйлемейтін белгілі ғой. Айдархан ағай қақпа ілгегіне қолын соза беріп еді. Домбай: келгеніңізбен кейін қайтыңыз, мен барда бұл үйге кіре алмайсыз, деді. Жай жүргем жоқ, апаңда жұмысым бар. Күнбатарда не қылған жұмыс? Апам ауыл советтің сауыншысы емес, совхоздың сауыншысы. Ту, не қылған баласың өзің? Үй иесіге келген кісіні құшақ жая қарсы алмаушы ма еді? Айттым ғой, кете беріңіз, жолыңыз әне, деп Домбай қолмен Айдарханның келген жағын нұсқады. Қап, сен бе? Сен мына түріңмен еш нерге сыймассың, түбіңде марғау көтерсін, деді. Айдархан дауысын көтеріп. Марғау деген не, ағай? Жа сен қойш, деді Айдархан ағай жайына кете барды. Домбайдың шешесі шу көтеріп ұялған болу керек, шу көтеруге далаға шықпады. Әне көрші үйдің қақпасы алдында Айдархан ағайды Ләзизаның шешесі тоқтатып алды да, біздер жақты қолымен қайта-қайта нұсқап бірдемелерді айта бастады. Оның тек Домбай оңбаған, ел ішін алатайдай бүлдіріп бітті. Содаған шамаларың келмей ме деген сөзін ғана анық естідік. Айналамның бәрі жауыққандай, не жазып ем сонша, деп күлгендей болды Домбай. Екеуміз үйге қарай беттедік. Мен әкелген тапсырмаларды досым өз дәптеріне көшіріп жазуы керек қой. Сабақ аяқталуға жақындағанда жаратылыс пәнінің ұстазы Шабақ ағай әдеттегінше: сұрақтарың бар ма, деді. Сол-ақ екен Домбай. Ағай, сұрағым бар, деп орнынан атып тұрды. Тышқанды мысық жей ме? Мұның тікелей сабаққа қатысы жоқ қой. Ал жейді, сонда не тұр екен? Тышқанды жесе мысық жыртқыш па? Ал сеніңше? Өткен қыста мынау Нұрбек үйінің итін қасқыр жеп кетті. Қасқыр жыртқыш па? Ол даусыз ғой. Ал қасқырды аңшы Қалжан ағай соғып алды. Сонда ол кім? Өзің айтып тұрсың ғой, ол аңшы. Қалжан ағай тек біз үшін аңшы. Қасқырды өлтірді ғой. Қасқыр үшін ол да жыртқыш болмай ма? Не мылықтырып бара жатырсың өзің? Сұрайын дегенім, жер үсті толған бірін-бірі жеп жатқан жыртқыштар. Солардың ішіндегі ең үлкен жыртқыш кім? Адам. Солай ғой ағай, иә? Сізден соны білейін деп едім. Мен қой дегенді аңғартып досымды бүйірінен түрттім. Домбай, сен сау адамның тамағын ішіп, ауру адамның сөзін сөйлеп тұрған сияқтысың. Саған адам ең үлкен жыртқыш деген кім айтты, деп Шабақ ағай. Көкем айтқан ауырып жатқанда, бір емес әлденеше рет. Оның сөзі науқас адамның сандырағы ғой. Соған сендің бе? Сендім, әлі де сенем. Неге? Себебі көкемдікі атом бомбасын сынаудан жабысқан ауру екен. Полигон бізге жап-жақын. Көкем күшті радиацияға тап болыпты. Оны өзі де білетін. Ол өлгесін апама құпиялап бір дәрігерді айтыпты. Мен мұндағы полигон атом бомбасын сынау дегеннен ештеңе білмеймін. Бұдан былай ондай сөзді еш жерде айтпайтын бол.
Мен шындықты айтып тұрмын. Көкем адамдардың жыртқыштығынан өлді. Олар жерімізге қаптатып радиациядан өлді. Шындықты айтуға да болмай ма, ағай? Өздеріңіз өтірік айтпа дейсіздер де. Жа қасарыспа. Көп қасарыса берсең марғау кетесің. Біз бұл талай рет естіген сөзге күлдік. Марғау деген не, ағай, деп шұқшиды Домбай. Қысқасы, құрисың деген сөз. Шынымды айтқаным үшін бе? Асылып өліп жатқан, есінен адасқан адамдар қаншама, соның бәрі атым. Жа болды, жап аузыңды, отыр. Досымды жеңінен тарттым. Ақсары жүз сұрлана түтігіп кеткен Домбай отыруын отырды-ау, бірақ ашуын баса алмай жан-жағын алақтап қозғалақтай берді. Қолын көтеріп орнына Гүлбағила тұрды. Ағай, Домбайдың көкесі, қалай десем екен, есінен адасып, жұрт айтады, жынданып өлді дейді ғой. Домбай орнынан ұшып тұрды. Өтірік, ол сен сияқты өтірікшілер таратқан өсек. Сөзіңді қайтып ал, айтпесе, деп айғай салды. Қайтып алмаймын, мен жұрттан естігенімді айттым. Кейін өкінесің, мектеп директоры ұрмақ, министрдің қызы болсаң да. Неменеге ұрасың ба? Өзіміз білеміз. Шабақ ағай Домбайға қатты ренжіді. Отыр. Не істемексіңдер сонда? Өзіміз дегенің кімдер? Нұрбек екеуің бе? Жоқ, әлде өзің сияқты тағы да сотқар балалар бар ма? Соқтырып көр осыдан Гүлбағилаға. Барлық сотқарлығыңыз есіңе алып, қатаң шара қолданамыз. Немене айдатып жібересіз бе? Мектептен қуылуың да мүмкін. Ондай заң жоқ, табылады. Шабақ ағай Домбайға бұдан былай сабаққа қатысы жоқ зиянкестік сұрақ берген болса, класстан қуып шығатынын ескертті. Осы кезде қоңырау соғылды да, балалар қалам қағаздарын жинастырып қозғалақтай бастады. Зиянкестік дегенді қалай түсінеміз, ағай? Деп бұл жолы мен сұрақ қойдым. Полигон, атом қаруын сынау, адам ең үлкен жыртқыш деп елге іріткі салатын сұрақтарды айтам, деді де мұғалім есікке беттеді. Домбайдың ең үлкен жыртқыш деген әкесінен естіген сөздер маған бұрыннан таныс еді. Досым оны сан-саққа жүгіртіп, неше түрлі құбылтып әңгімелейтінде. Әлгінде мұғалімге айтқандары солардың тек сұлбасы ғана. Сонда да мектептен шығып үйге қарай аяңдаған соң, сенің бүгінгің не, дедім Домбайға. Сондай сұрақ Шабақ ағай сияқты кісіге айтуың қате ғой. Оны ауыл халқы жақтырмайтынын білесің. Ол өзіңе ұнамаған адамдардың үстінен жоғары жаққа домалақ арыз жазатын көрінеді. Әдейі ыза қылу үшін сұрадым. Ол бәрі мені итетінен жек көреді. Мен де оны жақтырмаймын. Оны өшіктіре беріп қайтесің? Класс жетекшіміз сабақ та береді, директордың туысы. Өзіңе жаманшылық іздеуден де тайынбас ол. Мейлі, сабаққа жақсы дайындалып, үндемей жүре бересің бе? Бермейсің бе? Баған әділ қоймаса ше? Тек білмейтіндерге 4 пен 5 қойып жатса ше? Қонақ қылған үйдің баласына не? Бағаны көтеріп қойса ше? Сенің айтқаннан не өзгереді? Тек араларың ушыға түседі, басқа түк те емес. Есіңде ме? Марқұм көкең. Жақсылық пен жамандықтың ылғи итжығыс түсіп жатады дегенін айтқам. Сенің сынағаныңнан әділдік орнай қала ма? Жоқ, Шабақ ағай өз дегенін істей береді. Түк сезбейсің, менің сынағанымның арқасында ғана классымызға қазір жақсылық пен жамандық итжығыс түсіп жатыр. Ағайдың әділ емес екенін ұл қыздардың бәрі біледі, олардың ата-аналары да біледі. Інісінің тым өрескел екенін Шабақ ағайдың өзі де сезетін шығар. Мен сынамасам, қасымызда бірыңғай жамандық қана үстемдік құрар еді. Мен ұқтың ба қорқағым? Дегенмен батылың барып ағаға бір орынды сұрақ қойдың. Зиянкестік деген жаман сөз. Сені қорғаймын деп отқа түсуге бар екеніңді көрдің ғой. Ағай мені былай да қырына алып жүр. 5-ке жауап берсем 4, 4-ке жауап берсем 3 қояды. Енді тіпті ерегесетін шығар. Бізді қуып жетіп қасымыздан Гүлбағила мен Ләзиз өте беріп еді Домбай. Қыздар, тоқтай тұрыңдаршы, бір әңгіме бар, деді. Ләзиз артына жалт бұрылып Домбайға ерін шығарды, екі қыз аяқтарын жетелете басып ілгері тарта берді. Көршің өзіңді қатырды, дедім күліп. Айтпақшы, бұл қыз сөмкесін шірене көтеріп асқанда бірдеңелерді үйіне аптасына 3 рет әкеледі. Бүгін сәрсенбі, екінші рет қатынайтын күні. Аңдимыз деп өрлескеніміз қайда, соны ұмытпа. Сөмкесін ашып көріп, үйіне не таситынын анықтаймыз. Жарайды, дедім. Домбай екеуміздің ауылдың күнгей бетіндегі тау жоталарынан кезіп жүргенімізге едәуір уақыт өтті. Мұнда долана мен итмұрын көп. Қазір екеуінде жемісі піскен кез. Соларды ауызға үзіп салып, әрі-бері талмаймыз да сүйектерін түкіріп тастаймыз. Долананың сүйегі зиянды. Көбірек жұтып қойсаң, аузың ақ көбіктеніп, жүрегің айнайды. Мұнда долана мен итмұрынды жидек ретінде ешкім термейді. Тек бұдан 2-3 жыл бұрын мұғалімдердің бастауымен дәріхана үшін әр класс қызыл долана мен итмұрынды жарыса теріп, көлеңкеде кептірген есімде. Барлығы 5 қап болып еді. Соны мектеп завхозы 25 шақырым жердегі аудан орталығына апарып, өткізе алмай кері алып қайтты да, киіз үй орындай апанға төктіріп, тас аралас топырақпен көмдіріп тастады. Ауданды бұл жердегі долана мен итмұрын дәрі ретінде пайдалануға жарамсыз, жерге көміп тастаңыздар, депті. Ал біздер жыл сайын күзде долана мен итмұрын жемісін ауызға салып талмап жеп жүрміз. Жемеңдер, зиян деп ешкім ескерткен емес. Біздің Ақтас ауылы Торғын өзенінің екі жақ жағасында. Өзеннің бастауы ауылдың оңтүстік батыс жағындағы тау басында 30 шақырымдай жерде деседі. Терең шатқалы биік жартасы тек құздары мол тау ішімен алысқа ұзау қауіпті. Сондықтан өзеннің бастауын барып көрудің сәт түспей жүр.
Домбай екеуміз өзеннің ағыс бағытының оң жақ жағалауысымен келе жатырмыз. Ауылдың 3 көшесі өзеннің осы оң жағында. Арғы бетте де бір көше бар. Ағын 2 су бөлген ауылды ағаш көпір жалғастырады. Торғын өзенінің ұзындығы 60-70 шақырымдай ақ. Ауылды жарып өткен соң бірден жуасиды. Терістік, шығыс беткей мидай дала, құба жон. Жазы күні ол жақта өзен суы тартылып, көлшіктерге бөлініп қалады. Маңайының барлығы мал жайылымы, егіс жоқтың қасы. Біздің тауда дәрі-дәрмек шөбі аз емес, бірақ соны теріңдер демейді ғой. Басқа жақтың мектептері тереді деп газет ылғи жазып жатады. Бізге тергізбейтін себебі не, соны білесің бе, деді Домбай. Анығына көзіміз жетпеген соң бұл әңгімені жылда жаңғыртып, осылай қайтадан сөз ету әдетімізге айналыпты. Себебі атым қаруын сынаудың зардабына байланысты екенін сезе тұрсам да бұл жол. Білмеймін, соның бізге не керегі бар дей салдым. Әрине сенің көкең әзірше тірі, бірақ оның қанша жасайтынын кім біліпті. Бізде осы жердің тамағын ішіп жеп бірте-бірте уланып жатырмыз. Өміріміз ұзақ бола қоймас, сонда әуреленіп сабақ оқудың, жан қинап жұмыс істеудің керегі қанша? Түгістемесе адамның іш пыспай ма, қайта сары уайымына ауруға шалдығып тезірек өлмей ма? Екі сұрақ шарпысып, аз уақыт үнсіз аяңдадық. Домбайдың әкесі механизатор еді. Жер жырту, шөп тұқымын егу, пішен дайындау сықылды жұмыстарымен көктем мен жазды ылғи далада өткізетін. Бірер радиациясы мол жерге тап болған ба, әйтеуір 40-қа жетпей жатып ақ қатерлі ісік ауруына шалдықты. Сарғайып, қурап, кеуіп барып дүниеден өтті. Төсек тартып жатқанда өз науқасына, әсіресе радиация зардаптарына байланысты кітаптарды көп оқыды. Өзі былай да сөз бар кісі еді, алмай қоймайтын. Науқасқа шалдыққан соң сақтандыру ниетімен оқығандардың ұлының құлағына құя беріпті. Содан не керек? Домбай адамдардың өздеріне табиғатты улап, бір-бірінің өмірін қысқартып, бірін-бірі мезгілсіз өлтіріп жатқанын түсініпті де, тіршілікке деген сенімінен айырылыпты. Жалғыз олма, осы күні күйрек сезім, тіршілікке күдіктене қарау мектептегі барлық естияр ұл-қыздардың көңілін алаңдатып жүр. Себебі соңғы жылдары ауылда неше түрлі ауру, өлім-жітім көбейіп кетті. Үлкендер соның себебін сөз етіп, сақтандыру ниетімен бізге ылғи ақыл айтады. Ал ол бізді үрейлендіре түседі. Өйткені ондай сақтандырудан не пайда? Үлкендердің өз пікірінше, билік созған қолың да, айғайлаған даусың да, жазған арызың да жетпейтін жоғары жаққа. Бұлар біртіндеп өле ме, жоқ әлде бір жолда қырылып қала ма, ондағыларға бәрібір екен. Ауылдың шетіне жетіп те қалып едік. Әйтеуір мезгілінен бұрын өлетін болған соң, адамға білім алып не керек? Сол біліммен тағы біреулер өлтіру үшін бе, деді Домбай. Жастай өліп жатқандар көп сонда да, деп күмілжідім. Көпір аузында Гүлбағила мен арғы беттің 3 баласы айтысып тұр екен. Гүлбағиланың қасында бір құрбысы ғана бар. Балалар 5-шіде оқитын білемін. Біз таяна бергенде солардың бірі Гүлбағиланы жұдырығымен иығымен қойып қалды. Сол екен Домбай жолбарысша атылып барып әлгі баланы жағынан тартып жіберді. Көмекке мен де ұмтылдым. 3 бала көпірге қарай зытып арғы бетке өтіп кетті. Біз қыздарға тіл қатпай үй жаққа беттедік. Гүлбағила Домбайға таңдана қарап қала берді. Ол қыздың класста өзің ауыр сөз айтқаны қайда? Соған араша түстің. Өзің де оған сес көрсетіп, қорқыта сөйлегенді ұмыттың ба, дедім досыма. Ол ашу үстінде айтыла салған сөз ғой. Сонда да әлгі баланы ұрғаныңа өкінген жоқсың ба? Неге өкінем? Көкем қыздарға қол жұмсау күнәнің ең ауыры дейтін. Ал бала қызға қол жұмсады. Жақсылап сабау керек еді, қашып кетті. Үйге жақындаған Домбай: "Мен ешкімге керегім жоқ", деді. "Қояр, неге олай дейсің? Шабақ ағай да, мектеп директоры да менімен қас. Гүлбағила да, басқа қыздар да мені жек көреді. Класстағы балалар, мен досыңмын ғой. Соған бола олар мені телохранитель дейді. Мазақтап айтады да, ылғи бірге жүргесін. Әйтпесе сенің мені қорғайтындай қайбір күшің бар. Апаңа да керексің." "Оған да керегім шамалы." "Неге?" "Апам әлі жас, Айдарханның мазалап жүргенін өзің білесің. Мен соларға бөгет жасайтын сияқтымын. Содан екеуі де мені жақтырмайды деймін." "Рас, Айдархан ағай жақтырмаған шығар, апаңшы?" "Ол өз баласын үшін отқа да суға да түсуге бар емес пе?" "Қайдам, қысқасы ешкімге керегім жоқ. Қызықсың менше?" Домбай тура жауап берді жалтырғандай. "Ләзизаны аңдайтынымызды ұмытпа. Соңыра маған кел", деді. Мен қанша толғанғанмен Ләзизаның сөмкесін қалай ашып көрудің амалын ойлап таба алмай қойдым. Оны көшеде тосып тұрып сөмкесін күш жұмсап ашып көру мүмкін емес. Домбай да мен де ондай зорлыққа бара алмаймыз. Үйіне қарай келе жатқанда көрер нәрсеге алдандырып, ол жүгін аз уақытқа болса жерге қойып, өз одан сәл ұзаса, қайтып келіп үргенше сөмкесін алып көрудің сәт түсіреді. Бірақ немен алдандырасың? Өзін сынаған Домбайды көре тұра, ол сөмкесін сірә да жерге қояр ма? Ақтас ауылы қой совхозының орталығы. Мұнда фермалар орналасқан. Ауылдардан әртүрлі шаруамен кісілер қаптап келіп жатады. Аудан мен облыстың мекемелерден қатынайтын қызметкерлер де аз емес. Сол келімді-кетімді кісілер үшін қонақ үй бар. Асхана соның қасында. Асханада әсіресе кешке қарай кісі көп болады.
Сонда барып шешесі қызының сөмкесіне не салатынын ұрлана сықалап бақылаған жөн шығар, басқадай амал жоқ. Ләзиза үйіне шығып асхана қарай кете сала, мен Донбайдікіне келдім. Ол жас-барымды естігенде, бұған көп ақылдың керегі жоқ екен деді. Онда өзің де бір амалын тап. Жарайды, жүр. Асханада кісі көп екен. Мен тамақ алатын жерден ішке сығалаумен болдым да, Донбай анадай жерде осы жаққа көз жіберіп тұрды. Аздан соң ол маған қолын көтеріп белгі берді, сақ бол деген. Сөйтсе де дәл қасымнан Ләзизаның өте шыққаны ғой. Ол мені көрмеді ме, әншейін көрмегенге салынды ма, әйтеуір екеуміздің көзіміз түйіскен жоқ. Әлден уақытта Ләзиза сөмке көтеріп шықты, артынша бірдеңені ұмытып қалғандай желкесін ұстай алып, сол қолындағы жүгін еденге қоя салды. Сәл ойланып кідіріп барып, қайтадан шешесінің қасына кіріп кетті. Сығаласам бір ас пісірушіге көмектесе бастапты. Дереу сөмкесін ашып ішінен күлдім. Сөмкеде тамақ қалдықтары мен нан кесектері толтырылған үлкен бидон ғана бар екен. Сонда оның үйіне жымқырған азық-түлік тасиды деп бекер жазғырғанымыз ба? Донбайдың қасына келіп көрген білгенімді айттым. Тамақ ішпесек те екеуміз бір бос үстелдің қасына отырдық. Қыздың сөмкесі анық көрінеді. Әні Ләзиза ас пісіретін жерден шығып сөмкесін алды да есікке беттеді. Терезеден қарасақ, ол үйіне қарай кетіп барады екен. Көшемен келе жатқанымызда Донбай: Ләзиза ас пісіретін жерге ылғи аула жақтағы есіктен кіріп шығып жүретін деді. Бүгін асхана залы жақтан шыққан несі, сөмкесін еденге қойып кеткені де қызық. Дәу де болса сол қыз бізді көрді. Жаңағының барлығын әдейі істеп жүрген шығар. Қой, әдейі істеп не қыласың? Сенбеуге дәлеліміз қайсы? Күн бата Донбай екеуміз дүкенге барқалы үйден шықсақ, Ләзиза сөмкесін шірене көтеріп асхана жақтан келе жатыр екен. Өз үйінің аула қақпасына таяна беріп бізге күлімсірей қарады да ішке еніп кетті. Мана мен күдіктеніп ем, сен сенбедің. Әнеки көрдің ғой, екеуміздің алдап соққан. Қазіргі әкелгені жымқырған азық-түлік шығар. Бұл қызды тағыдан дейтін болдық қой, деді Донбай.